Аңызға сүйенсек, ерте заманда бір ауылда қария өмір сүріпті. Оның 7 баласы бар екен. Күндердің күнінде ел ішінде жұт орнап, қария үйі де қайғыға душары болады. Ұлдары бірінен кейін бірі көз жұмып, қария ұрпақсыз қалады. Алғаш үлкен ұлы Қанидың өлімінен соң, ақсақал кепкен ағаштың бір бөлшегін шабады да аспап жасайды. Ішек тартап, қарағым күйін орындайды. Төреалым атты ұлы өмірден қайтқанда қанат сынар күйін тартады. Үшінші ұлы жай келді қаза болғанда тағы да әлгі аспапты қолына алып, қарт құмарым күйін орындапты. Төртінші ұлы бекенге от сөнерді тартса, бесінші ұлы Хауас өлгенде бақыт көшті күйін шығарады. Алтыншы ұлы Жүлзар көз жұмғанда күн тұтылды күйін тартса, соңғы ұлы Қияс қайтқанда 7 баламнан айырылып құса болдым дейтін күйін орындаған екен. Әр шекті тартқан сайын туған күй дүйім елге тарап, күйзеліспен қайғыдан хабар беріп отырады. Осылайша 7 бала өлімі 7 шекті жетіген аспабын өмірге әкелген деседі. Ғажайып сәттер есімде алдымнан шықты Джонни Газ. Мумбай қаласынан келген менің досым. Қазақстанға арнай сапарлаған ол шығармашылық шабытын шарықтатпаққа ниет еткен. Джонни, сен аспабыңды тартып жүрсің бе? А ты уже начал играть. Бұл менің Қазақстандағы досым Серік Нұрмолдаев. Ал, ойнаймыз ба? Кеттік ендеше. Рок-н-ролл қаласында деп елестетейік. Ал, көрелік, қалай шығар екен? Тамаша, біздің аспаптарымыздың байланысында шек жоқ. Домбырада рок аспапқа айналғандай. О, мынаны қара. Бүгін біз Қарағанды қаласындамыз. Бұл Қазақстанның көмір өндіруші астанасы. Рок-н-ролл дедің бе? Жалғастырайық ендеше. Музыкалық сапарымыз сәтті болсын. Жүрелік. Көмір өндірісінен бөлек қаланың мәдениеті де жақсы дамыған. Әсіресе рок өнері. Содан болар алыс жақын шетелден қонақтар көптеп ағылады.
Әсіресе рок музыканттар жиі келеді. Танымалдары да бар арасында. Сондықтан аталмыш қала саған ұнайтынына сенімдімін. Шабытыңа да әсер етер тұстар жетерлік. Қарағанды қаласы 1934 жылы құрылды. Қала мәртебесі берілген. Ал, Джонни, қош келдің. Джонни дәл қазір Қарағанды қаласының басты нышаны шахтерлер құрметіне қойылған монумент жанында тұрмыз. Мұны 1974 жылы 2 миллион тонна көмір өндірген жұмысшылар құрметіне орнатқан. Өзің көз алдыңа елестетші. Үндістанда да осы кәсіп жақсы дамыған ба? Үндістанда да көмір, темір, мыс шахталары жетерлік. Өте ауыр жұмыс екендігін білемін. Иә, шын мәнінде жұмыс осылардікі ғой. Шахтада кей адамдар көз жұмып та жатады емес пе? Айтпақшы, ескерткіш дәл осы жерге жайдан жай орналасқан жоқ. Орынның таңдалуының өз тарихы бар. Қарашы, ана тұста кеншілер мәдениет үйі. Ал мына жерде еңбегі сіңген азаматтарды марапаттаған. Енді асықпай зер салсаң, арасында жол болғандығын түсінесің. Кезінде танымал шахтерлер жүріп өткен. Бұл сонда сол заманда жол болған ба? Иә, кәдімгі кеншілер жолы. Түсінікті, олай болса, біз де жүріп көрейік. Тағы да айта кетейін, міне, мынау Қарағандының бас сахнасы. Бұл жерде бүгінде көптеген концерттік шаралар өткізіледі. Мен де бұл сахнада өнер көрсеттім. Серік, Қарағанды қаласы ерекше жер екен. Кеншілер, көміршілер, қазір мұндағы тұрғындар мен есіл ерлер құрметі үшін жолмен келеміз. Неге ән орындамасқа? Блюз дегеннің не екендігін естіген боларсың. Бұл көбіне ауыр сала мамандарына арналған әуен. Әсіресе ақшқа қара нәсілді құлдарды алып келген сәтте туған екен. Also related to very hard and heavy labor of black slaves that came to America. They were brought to America, actually. Менің тыңдап көргім келіп тұр. Біз бірге орындайық. Сенің қолыңнан келеді. Жарайды. Көрсек көрейік. Блюз. Шахтерлер еңбегіне арналады. Қарағандылық шахтерлер құрметіне. Hard-working man down in a hole. Working hard, baby, mind for cold. Work your hands through the bone. Oh yeah, hard-working man. You work hard all day long, hours at end, working hard to see another grinding day. Yeah, hard-working man. Hard-working man. Oh, I now understand. All right, Sonny, go. Ерекше әуен.
қарағандылықтар біздің өнерімізді бағалар деген ойдамын. Мен де солай ойлап тұрмын, ұнайтын шығар. Шын мәнінде шахтадағы жұмыс қалай жүретінінен бейхабармын, бірақ олардың ісі ауыр екендігіне күмән жоқ. Джонни, мен саған тағы бір композиция орындап берейін. Бұл күйді бұрын естігенде шығарсың. Құрманғазының күйі Сарыарқа. Бұл туынды дәл осы жерге арналады, Сарыарқаның сардаласына. Аспап үніне құлақ тұрып, сенің де арғарай жалғастырғаныңды қалаймын. Есіңде ме? Таразда екеуміз күй тартысқа түскен ек қой. Тура сол секілді жасайық. Жақсы, баста ендеше. G. Ага. Өте керемет шыққан сияқты. Тағы да жалғастырамыз ба? Жарайды, бірақ бас жағын ұзағырақ ойна. Өте жақсы сайыс болды. Қазақтың күйлеріне назар аударсаң, ритм, ырғақ жиі өзгереді. Иә, байқадым, ерекше екен. Олай болса ұзақ тұрмайық, тағы да жалғастырамыз ба? Өзің байқаған шығарсың, қала тіршілігі түгелдерлік шахталық өмірге бейімделген. Міне, тағы бір ескерткіш. Мүмкін, дәл қазір біз де сол шахталардың бірінің үстімен кетіп бара жатқан болармыз. Аяғымыздың астында шахта бар дейсің бе? Мүмкін, сол айда болуы ғажап емес. Дәл қазір саған дайындаған сыйым бар. Осы қаладағы достарыммен алдын ала сөйлесіп қойған ем. Олар бізді филармонияда күтіп отыр. Джонни, біз қазір Қали Байжанов атындағы шығармашылық ұжымға келдік. Мұнда сені әр түрлі өнер саласымен таныстырсам ба деп отырмын. Яғни, ән айту, күй тарту өнері және жетішектен тұратын жетіген аспабының құдіретімен. Арнайы оларға алдын ала хабарласып келісіп қойғам. Қазір танысып шығайық. Жақсы, тамаша болар еді. Міне, менің досым күтіп отыр екен. Балқан Смағұлов, танысып қой. Джонни, Балқан, көргеніме қуаныштымын. Мумбай қаласынан келді. Қазақстанда шабытын шыңдауға ниеттеніпті. Ал енді Балқан саған мұндағы жағдайды баяндап берер деген ойдамын. Ол да домбырада ойнай алады ма? Әрине. Орталық Қазақстан жеріне қош келдің. Біз сізді осы жерде көргенімізге қуанып қалдық. Орталық Қазақстанның ерекшелігі орындау мәнерінде. Батыс өңірді серік түсіндірген болар. Ол жақта көбіне ырғағы жылдам, ерлікті насихаттайтын туындылар. Ал бізде баяу, философиялық ұғымнан құралған еңбектер. Оны бізде шертпе деп айтады. Орталық Қазақстанның әдісі осындай. Көбіне әр саусақтың салмағына назар беріледі. Аталған шертпе күйдің негізін қалаушы, елге жақсы танымал Тәттімбет бабамыз. Мен сізге түсінікті болу үшін бір күй орындап берейін.
Өте әсерлі екен. Рахмет. Шын мәнінде басқаша әдіс. Таразда тыңдаған күй басқаша тартылған болатын. Қалай? Байқаған шығарсың. Бұл жақтың тартысы басқа. Әрине, ол саусақтарын алмастырып отырды. Фламенко тартқандай екен. Саусақтарды алмастыра отырып тарту әдісін шертпе деп атайды. Түсіндім. Бұлай істеу керек екен ғой. Иә, мен саған тағы бір көрсетейін. Мүмкін болашақта осы тартыс әдісін, болмаса әуеннің үнін өз туындыларыңа қосып орындасаң болады. Әрине, қалауыңа байланысты. Жақсы, мүмкін бірге тартып көреміз. Күй өнерін аяқтасақ, енді ән айту мәнеріне барайық. Ол жерде де ескі досым саған орталық Қазақстанның ерекшелігімен таныстырады. Көк көгершін, көгершін, көк көгершін, көгершін, көк ата үйрек өлішін. Баданасын бөктеріп ерлер бір жортара ел үшін. Ер азамат ұл туса, намысқа шабара ел үшін. Тауда бардай, тарғылтас. Мынадай дауысты бірінші рет естуім. Әйел заты үшін бұлайша айту керемет екен. Оның үстіне аспапта ойнап отырып ән айтты. Алғаш естіп тұрсың ба? Иә, арқа мектебінің ерекшелігі диапазонының кеңдігінде. Әуезді әнді еркін айтады, еркін орындайды. Мен саған бұл ән айту әдісіне байланысты көптеген оқиғалар мен тың деректер айтатын боламын. Джонни, мен саған күй тартыспен ән айту әдісінен бөлек, әр сапарымызда жаңа аспаппен таныстырып отырсам деген ойым бар еді. Қазақтың фольклорлы ұлттық аспабымен. Міне, көз алдыңда жетіген аспабы. Жетіген түсіндім. Әрине, бұл да менің ескі досым. Оның есімі Тілеужан. Көптеген жан бұл аспапты жеті ән деп те айтады. Қазір саған Тілеужан бір-екі туынды орындап берсін. Иә, Бекмұхамбетовтің бір күйін тартайын. Бекмұхамбетов Бауыржанның көпке таныс туындысы. Мен саған аталмыш аспапты арнайы таныстырып отырмын. Жаңа арқаның ән айту мәнерін көрдің, күй тарту әдісіне қанық болдың. Енді лирикалық аспапқа назар аудар. Диапазоны зор. Көбіне лирикалық әндерді, күйлерді тартуға ыңғайлы. Әрі жүрек тебірентеді. Керемет. Рахмет, Тілеужан. Біз сіздермен қоштасайық. Үлкен рахмет. Ал біз сапарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ескі дәстүрді естен шығармайық. Ендігі кезек қазақ халқының ас мәзірінде. Мен сені осы өңірдің дәмімен таныстырайын. Бүгін ұлттық тағам қазақша етпен таныстырайын. Қалай, ұнай ма? Еті көп, сүйікті сорпа да бар. Ал дәм ауыз тиеміз бе? Жылқы еті ме? Жоқ, әр түрлі. Қойдың да, жылқының да еті бар. Аралас. Қой мен жылқы еті дейсің ғой. Иә, қойдың еті, жылқының еті. Рахмет саған. Ештен етпейді. Асың дәмді болсын. Ет артынан сорпа ішсең, тіпті әсерлі болады. Саған да ас дәмді болсын. Джонни, қазақтың бір әуенін бірлесе орындап көрсек қалай? Ақан серінің әні. Арқаның дәстүрлі әуеніне айналған. Көреміз бе? Жергілікті жердің туындысы. Иә, ал көрейік. Бірге бастаймыз ба? A minor? Ля. А.
Поехали. Ал кеттік. Сейчас Ди. А. Ди. И. И Ал сначала. басынан. Ди. А. И. Сенің Твоя сүйемелдеуіңмен. Импровизация твоя. Маған қатты ұнады. Иә, өте тамаша ән емес пе? Шын мәнінде ерекше туынды екен. Қарағанды қаласы қалай? Көңілден шықты ма? Әдемі қала. Әдемі? Ұнады ма? Ерекше қала. Кештегі қызарған күн шапағы, жаңа әлем, бәрі ерекше. Шабыттандың ба? Әрине, онсыз болмайды ғой. Шахтерлік өмірмен таныстың, сезіндің, дәл таптың. Тарихы терең қала екен. Сәлем менің сүйікті достарым. Қазақстан шын мәнінде ерекше ел. Бүгін Қарағанды қаласына саяхаттадым. Әрі Қазақстандағы музыка өнері орналасқан жеріне байланысты бөлінетіндігін, айырмашылығы болатындығын түсіндім. Жаңа дүние, жаңа жер шабытымды шыңдай түсуде. Оның үстіне Серік екеуміздің музыкалық байланысымыз да арта түсті. Жақсы туындылар туып келеді. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauties I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can say anymore. But I'll love you, love you, love you, yes I'll love you. Go, I'll love you. Gazing at people, some hand in hand. Just what I've been through, why can they understand? Some try to tell me I thought they cannot defend. Just what you wanna be, you will be in the end. And I'll love you, love you, love you.